Так, келесі тағы да қош келдіңіздер каналға. Тағы да біз сіздерге жыл сайын түсіріп жүрген сұрақтардың бірі, бірақ та енді жыл сайын түсіруіме тура келеді, себебі көбісі түсінбей жатады, қай жерін кесеміз, қай жерін аламыз дегеніміз. Яғни қызанақты ең бірінші жаңағыдай тек қана суға құйып қоймай, оны ең бірінші жаңағыдай ретке келтіру керек. Яғни ретке келтіруіміз қандай? Артық өсінділерін мынандай қызанақты алу үшін, қазір сіздерге көрсетейінші. Мынандай қызанақтарды алу үшін, осындай қызанақтарды алу үшін ең бірінші біз оларды ретке келтіру керек. Шынымды айтайын, мен өзім ретке келтіретін жағдайда болған жоқпын. Енді ғана есімді жиып, барлығын міне осы жақында ғана байладым. Жақында ғана байлағаннан бастап, міне уже қызанақтар бастап шығып жатыр. Жаңағыдай қызанақ көбінесе қалай реттесіздер? Егер сіздерде ретке келтірмей ештеңе қарамай жатсаңыздар, онда әрине бізде қызанақ шықпайды. Ең бірінші міне өскен кезде мен айттым ғой, қаншама мына қалыңдыққа шейін өсіп кеткен, мен байқамай қалдым. Міне, яғни артық өсінділерін алып тастаймыз. Ол қандай? Мысалы, қазір сіздерге айтайын. Міне жапырақ. Ас жағында міне жапырақ. Жапырақтың мынандай жерінде шығып тұрады, ортасында шығып. Сол өсіндіні алып тастаймыз. Мына жердегісін мен қалдырдым. Үст жағындағысын себебі мынау өзі аласа бойлы болғандықтан үст жақтарына қалдырдым да көбінесе астын ғана алып тастадым. Яғни міне қараңыздар, міне өсіп, қазір көрінбей жатыр, міне өсіп келе жатыр. Одан кейін міне астыңғы жапырағын алып тастадым. Міне ортасынан шыққан міне жаңағысы өсіндісі өте қалың болып кетті. Мен оны суға салып қойдым. Яғни бір басқа жерге егіп тастауға. Міне. Яғни бұны қиып тастаймын. Одан кейін барып мынаны қиып тастадым. Яғни өсіндісін. Так, біреу, екеу міне. Сіздер көріп тұр ма? Міне 3, 4, 5, 6. 6-ын қидым. Одан кейінгісі міне қалдырдым. Және де міне 2 жыл. Мынадан шығып жатыр, мынадан шығып жатыр, мынадан шығады. Яғни ең бастысы астын ғана алып тастасаңыздар болады. Содан кейін бар үсті уже құйылып шыға бастайды. Так, дәл сондай сіздерге мына жақтарын көрсетейін. Мына жерде міне қараңыздар, биікке болғанда бұл жерде тоже солай сөйтіп істедім. Міне астында бұдан жапырақтар қалды міне. Яғни артық жапырақтарын алдым, міне көріп тұрсаңыздар, міне осы жапырағы қалды. Одан кейінгісі міне өсіндісін бәрін алып тастадым. Сөйтіп міне қызанақтар жайлап шығып жатыр. Так, мына жерде міне басқа бір сорт бар, яғни жапырағы мындай мақта тәріздес. Міне олардан алып тастадым, міне жерден. Және де мына жерден. Көріп тұрсыздар ғой да? Солай, сау болыңыздар. Яғни ретке келтіру дегеніміз ең бірінші артық өсінділерін асты жағынан алып тастайсыздар. Яғни егер де мына жерлерде енді мысалы алып тастауға болады, үст жағында гүлдің астындағы бар ғой, егер қалдырамын десеңіз, онда 2 бағытпен өсіру деп аталады. Ал одан кейінгілер мен астарын мен барлығын алып тастадым. Көріп тұрсыздар ғой да? Мына жерден. Міне көбісі түсінбей жатыр, міне жапырақтың астына өсіп жатқан өсіндіні міне артық өсінді деп атаймыз. Мына жерде. Түсінікті ғой да? Одан кейін бас жақтардан алмасаңыздар болады.